Кино сүйер қауым үшін жағанды жаңалық. Майлықожа ақын жайында Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында жуырда деректі фильм жарық көрмек. Түсіру тобы туындыдағы тарихи тұлға мен сол заманның образын ашу үшін Түркістан қаласына келді. Шығармашылық ұжыммен сұхбаттасқан әріптесім Нұргүл Тапаеваның бейнематериалы. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 19 ғасырда өмір сүрген ақын жырауларының ішінде өзіндік орны ерекше, артынан мол мұра қалдырып халықтың ықыласына бөленген ақын. Атақты Жамбыл ақынның өзі оның ақындығына ғибраты мол өлең термелеріне Майлықожа сүйінбай пірмеді сыйынған деп бағасында беріп кеткен. Тарихи тұлға туралы туындыны Шәкен Айманов киностудиясы режиссері Қалила Омаров жарыққа шығармақ. Майлықожа ақын туралы деректі кино бастап түсіріп жатырмыз. Бұның алдында мынау Арыс бойында Қожатоғай деген жерде Бадамда үлкен кино түсірілімдер болған. Өздеріңіз білесіздер, оңтүстік ақындарының ішіндегі үлкен мектеп қалыптастырған Майлықожа ақын тарихта үлкен орын алады. Майлықожа Сұлтанқожаұлы өлеңдерін ауызша шығарған, өзі жазып қалдырған мұралары да кездеседі. Майлықожаның әдеби мұрасын жанр мен мазмұнына қарай бірнеше тақырыптарға бөлуге болады. Ғибрат, нақылдар, арнау, дастан мысалдар, айтыстар. Бұл туралы мәліметті филология ғылымдарының докторы, әдебиет зерттеушісі Құлбек Сәрсенұлы деректі фильмде баян етті. Майлықожа ақын жайында айтқанда 19 ғасырдағы ақынды мектептер жайын ұмытуға болмайды. Арқада атақты Арыстан бай ақын, Шортан бай жырау. Құдай-ау, мынау Жетісуда Сүйінбай. Ал біздің оңтүстікте солармен иық теңестіріп шыққан. Және соның қай-қайсынан да бір кемі жоқ ұлы ақын Майлықожа. Майлықожа Сұлтанқожаұлы өзі әдебиетте өзінің бағасын ала алмай келе жатқан ақын. Сондықтан бұл деректі фильмнің дүниеге келуі тарих жанашырлар мен қалың қазақ, әсіресе оңтүстік үшін ерекше қуанышты жағдай болмақ. Әзірге деректі фильмдегі ақынның өмір сүрген заманы мен өз образын ашу үшін түсірілім жүргізілуде. Демек, таяу уақытта Майлықожа жайындағы тың деректермен толыққан туындыны тамашалайтын боламыз. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Испеков, Бауыржан Пазылов, оңтүстік ақпарат.